Selam dostlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz samsa жасайтын боламыз. Biz tavuktan etini samsa жасайтын боламыз. Алдымен бүйтіп турап алдық. Енді piyaz и сосын картошка аламыз. Бүйтіп ашасында ішіне саласың. Әрміне piyazды бүйтіп тауық етіндей сияқты сөйтіп турап аламыз. Сөйтіп саламыз. Енді бетін жабамыз. Достар, арнайы өзін осындай алат тартатын заты. Міне достар, осылай болып іші туралды. Енді бұны қандай ыдысқа салатын боламыз. Достар, міне пияздың бәрін бүйтіп турап алдық. Енді біз картошкаларды турайтын боламыз. Достар, міне бәрі туралды. Біздің тауық етіміз, пиязымыз қайда десеңіздер, турылып жатыр. Міне тауық етіміз осылай болып турылды. Қазір суылған соң картошка пиязға араластырып түйетін боламыз. Міне бәрін қуырып біттік. Енді біз нан кесіп жаяйтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Достар, міне жайын деп отырмын. Өзім кішкентай оқтауым бар, сонымен істеймін ғой. Енді екіншісін кетті. Dostlar, mine biz üstüp samsa жасап жатыр. Біріншісі, екіншісі. Бүйтіп қоясыздар. Міне енді бүйтіп жапамыз. Бүйтіп қысу керек жан-жағын. Әйтпесе тесіктеріне шығып кетеді. Енді өретін боламыз. Сізде өруді көрсетейін. Бірінші бетін өріп шығамыз. Достар, үшіншісі кетті. Достар, міне бетіп жұмыртқаны араластырып аламыз. И самсалардың бетінде жағып шығамыз. Достар, енді біз осындай дәнекті самсаның бетіне сеуіп шығамыз. Достар, міне осындай пешке саламыз. Міне нақты самсаларымыз тұр. Қысылатыр. Қазір біз бір ойыншық көрсететін боламыз. Қайсын жесін екен? Достар, асмер. Дәмдекім. Ас болсын қызым. Достар, келесі лайк жазып, тіркеліп, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видео кездескенше сау болыңдар.